الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Барша мадақ мақтау бүкіл әлемдердің Раббысы, сіздер мен біздерді жоқтан бар етуші Аллаға болсын. Және де сүйікті елшіміз, адамзаттың асылы, пайғамбарлардың мөрі, екі дүниенің сардары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға Алланың игілігімен сәлемі болсын. Аллах тағаланың есімдері өте көп, бірақ сол есімдердің ішіндегі 99-ы мәшһүр болып табылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде «Инна лиллахи тис'ата ва тис'ина исман ми'атан илля вахидан ман хафазаха дахалал джанна». Аллах тағаланың 99 көркем есімі бар. Егерде кім-кім оны жаттаса, жәннатқа кіреді деген. Есімдердің ішіндегі ең әдемісі, ең көркемі әлбетте Алланың есімі. Өйткені Аллах тағала барша кемшіліктерден пәк. Аллах тағала Құран кәрімде мынандай бір аяттарды келтіреді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллаху ла илаха иллаху лахул асмаул хусна. Ол Аллах, одан басқа ешқандай тәңір жоқ. Және де барлық көркем есімдер тек оған ғана тән дейді. Тағы бір аятта Аллах тағала Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Валиллахил асмаул хусна фад'ууху биха. Сондай Алланың көркем есімдері бар. Аллаға сол көркем есімдерімен жалбарынып дұға тілеңдер деген. Аллах тағала өзінің аятында көркем есімдерінің бар екенін, және де пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның Алланың есімдерінің 99-ы мәшһүр екендігін айтып жатыр. Енді біз осы 99 есімнің ішіндегі Әл-Басит есіміне тоқталатын боламыз. Әл-Басит есімінің негізгі мағыналары мынандай. Ең бірінші мағынасы бұл молайту, разықты көбейту дегенді білдірсе, екінші бір мағынасы ол өмірді ұзарту, ал үшінші мағынасы тәубені қабыл ету дегенді білдіреді. Аллах тағала Құран кәрімде Әл-Басит сипатын былай деп баяндайды. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллаху ябсуту ризқа лиман яшау ва яқдир. Ва фариху бил хаятид дуnya. Ва мал хаятуд дуnya фил ахирати илля матаа. Аллах тағала қалаған пендесіне рызығын молайтады, және қалағанына аз етеді. Рызықты мол берілген адамдар бұл дүниеде сондай қуанып, шалқып өмір сүреді. Бірақ та бұл дүние ақыретпен салыстырғанда түкке тұрмайтын нәрсе дейді. Тағы бір аятта Аллах тағала Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Қул инна рабби ябсутур ризқа лиман яша мин ибадихи ва яқдиру лах. Айт ей Мұхаммед, расында Раббым қалаған құлының рызығын молайтады, және қалағанына аз етіп мөлшерлеп береді дейді. Ва ма анфақтум мин шайин фахуа юхлифу. Егерде сендер Алла жолында не жұмсаған болсаңдар, онда Аллах тағала оның орнын міндетті түрде толтырады. Ва хуа хайрур разиқин. Расында Алла рызықтандырушылардың ең хайырлысы дейді. Тағы бір аятта келеді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Инна раббака ябсутур ризқа лиман яшау ва яқдир.
арасында Раббың қалаған пендесіне рызығын мол етіп, несібесін көбейтеді, және де қалағанына аз етіп мөлшерлеп береді деген. Енді бізде мынандай бір түсінік болуы мүмкін. Аллаху субханаху ва тағала бұл дүниені көп берсе, рызықты молайтса, онда ол адам жақсы, және Алла оны жақсы көрген деп есептеуіміз мүмкін. Және де тағы бір адамдарға рызық несібесін аз етіп, оны кедей қылса, онда оны Алла жек көреді, ол жаман адам деген ой бізге келуі мүмкін. Ал бірақта бұл өте қате пікір. Өйткені Аллах тағала бұл дүниені сынақ ретінде жарататын болса, онда Алланың берген байлығы мен Алланың берген кедейлігі де ол сынақ. Өйткені Аллах тағала Бақара сүресінде мына бір аятты келтіреді. Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Біз сендерді міндетті түрде сынаймыз дейді. Немен сынаймыз дейді? Минал хауф, қорқынышпен, вәл-жу, аштықпен, ванақасим минал амуал, және де малдарыңның азаюымен, вәл-анфус, және де жақындарыңның азаюымен, вәс-самарат, және де жемістеріңнің азаюымен сынаймыз. Яғни бұлардың азаюы, кемуі, тарылуы, кедей болуымыз бұл сынақ. Және де кім дәл осы сынақтарға сабыр еткен болатын болса, аяттың жалғасында «Вабашири сабирин». Сабыр етушілерді сүйіншіле, яғни жәннатпен сүйіншіле деген. Сол себептен де Аллах субханаху ва тағала қалаған пендесіне әл-басит есімімен рызығын молайтса, әл-қабит есімімен оның рызығын тарылта деген. Сондықтан да әрбір мұсылман тағдырына иман келтірген, жақсылықты, жамандықта Алладан деп білген мұсылмандар берген нығметіне шүкір дейді, және де кедейлігіне, мұсибатына сабыр етеді. Сондықтан да әрбір мұсылман Аллах субханаху ва тағаланы жақсы тану үшін оның көркем есімдерін жатқа біліп, соны амалға асыруға тырысу керек. Және де тағы бір хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам мынандай бір хадисті келтіреді. Инна Аллаха әл-мусаир әл-қабит әл-баситу әр-разиқ дейді. Арасында Аллах тағала тарылтушы әл-қабит әл-баситу әр-разиқ, рызық беруші әл-басит деген. Яғни Аллах тағаланың әл-басит, әл-қабит атты екі сипатын қоса айтқан екен. Енді бұл әл-басит есімінің екінші бір мағынасы бұл өміріміздің, ғұмырымыздың ұзаруы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам мынандай бір хадис келтіреді. Ман сарраху ан юбсита лаху фи ризқихи ау юнса'a лаху фи аthарихи фальясил рахима. Егер де кім бұл дүниеде рызығының мол болғанын қаласа дейді, және де өзінің жасының ұзақ болғанын қаласа дейді, онда ол адам туыстық қарым-қатынасын үзбесін дейді. Біз жоғарыда айтып өттік, әл-басит атты Алланың есімінің негізгі алғашқы екі мағынасы рызықты молайту және өмірді ұзарту деген. Міне, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам Алланың әл-басит есімінің мағыналарын бір хадиске тоғыстырды. Енді кім осы екі нәрсені толық қалаған болса, исламның негізінен болған туыстық қарым-қатынасын үзбесін дейді. Міне, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам бізге осындай өнеге берген. Енді әл-басит есімінің үшінші бір мағынасы бұл тәубені қабыл етуші дейді. Аллах субханаху ва тағала тәубені қабыл етуші сипатына ие. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзінің бір хадисін келтіреді. Хадисінде
Инна Аллаха азза ва джалла ябсуту ядаху бил-лейли лиятуба мусиун нахар. Аллах тағала күндіз күнә жасаған құлы тәубе етсін деп түнде кешірім қолын созады деген. Ва юбситу ядаху бин-нахари лиятуба мусиун лейл. Және де Аллах субханаху ва тағала түнде кешірім, сондай-ақ Аллах тағала түнде күнә жасаған пендесінің күнәсін кешіру үшін күндіз тәубе қолын созады дейді. Хатта татлуа аш-шамсу мин мағрабиха, күн батыстан шыққанша дейін дейді. Яғни ақырет болғанша Аллах субханаху ва тағала адам баласының тәубесін қабыл етеді. Міне Аллах тағаланың әл-басит есімінің негізгі үш мағынасы: бұл ең біріншісі рызықты молайтады, екіншісі жасымызды, ғұмырымызды ұзартады, үшіншісі бұл тәубені қабыл етеді дейді. Бұл тіршілік дүниеде Аллах субханаху ва тағала ешқандай күнә жасамайтын, ешқандай күнә істемейтін адамды жіберген жоқ. Бәлкім күнә жасап қайтадан Раббысына тәубе ететін пенделерді жіберген. Сол себептен де әрбір қателескен мұсылман Раббысына қай уақытта болмасын тәубе ететін болса, онда Аллах субханаху ва тағала оның тәубесін қабыл етуге әрдайым дайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям арасында Аллах тағала тәубе етушінің тәубесі жан алқымға келгенше дейін қабыл етеді деген. Сондықтан да біз әрқашан тәубе етуге тырысуымыз керек. Қазақта мынандай бір сөз бар: жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ болмайды дейді. Сол себептен де әрбір мұсылман жаңылған кезінде, немесе сүрінген кезінде, күнә істеп қателескен кезінде Аллах субханаху ва тағаладан кешірім тілеп, дұға тілеп жалбарыну керек. Енді біз осы әл-басит есімімен біздің күнәларымыздың кешіріліп, ғұмырымыздың ұзақ болып, және де несібеміздің молаюы үшін мына нәрселерді істеуге тырысуымыз керек. Ең бірінші, Аллах тағала айтқандай: «Валиллахил асмаул хусна фад'ууху биха» деді. Яғни Алланың көркем есімдері бар, сол есімдермен дұға жасаңдар деді. Біз я әл-баситу, ей кеңейтуші, молайтушы, рызықты көбейтуші, менің рызығымды молайта көр. Я әл-баситу, ей кеңейтуші, молайтушы, ұзартушы, менің ғұмырымды ұзарта көр. Я әл-баситу, ей кеңейтуші, молайтушы, ирхамни, менің күнәларымды кешір. Вағфирли, менің қателіктерімді кешіре көр деп дұға жасауымыз керек. Екіншісі, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтқандай, туыстық қарым-қатынасты үзбеуіміз керек. Егер де біз туыстарымызбен жақсы қарым-қатынаста болып, олардың арасын байланыстырып, ешқашан үзбейтін болсақ, онда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, біздің рызығымызда, ғұмырымызда ұзарып, молаятындығына ешқандай күмән жоқ. Ал ең соңғысы, біз Аллаху субханаху ва тағаланың рахымынан, мейірімінен ешқашан күдерімізді үзбеуіміз керек. Сондықтан да біз әрдайым мына бір дұғаны жасауға тырысуымыз керек. Аллахумма убсут алейна мин баракатик ва рахматик ва фадлик ва ризқик. Я Аллахым, сен маған және бізге рызығыңды және кеңшілігіңді, және де өзіңнің рахымыңды және де берекетіңді молайта көр деп әрқашан дұға жасауымыз керек. Аллах тағала рызығымызды молайтып, ғұмырымызды ұзақ қылып, біздің тәубелерімізді қабыл етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.